Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен сымбат Самат. Бүгін бізде 5-ші сыныптың English Plus кітап бойынша 10-шы бетіндегі review, яғни бірінші юнитті қайталау. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық. Vocabulary'дің бірінші тапсырмасы. Match the words 1 to 8 to the pictures A to H. 1-8-ге дейін цифрмен берілген сөздерді біз суреттермен сәйкестендіруіміз керек. Бірінші book, B. Екінші bag, сөмке, A. 3. Computer, C. 4. Boy, H. 5. Teacher, E. 6. Bicycle, велосипед, D. 7. Phone, F. Телефон, 8. Pen, G. Қалам. Екінші тапсырма. Match the words 1 to 7 to the numbers A to G. Яғни мұнда цифрлардың жазылған түрі берілген. Біз соны цифр түрін табуымыз керек. 1. C, 11, яғни 11. 2. 5, E. 3. 15, 15, F. 4. 9, G. 5. 12, 12, D. 6. 3, 3, B. 7. 8, A, 8. Үшінші тапсырма. Reorder the letters and write the countries. Яғни әріптері ауыстырылып берілген бір мемлекеттің аты. Біз соның қай мемлекет екенін дұрыстап табуымыз керек. Brazil, Japan, Great Britain, Russia, Turkey, the USA. Төртінші тапсырма. Language focus. Complete the sentence with the correct form of be. Яғни мына сөйлемдерді be етістігінің дұрыс формасын таңдау арқылы толықтырып аяқтап қоюымыз керек. Мысалы, біріншісін қарасақ, I бос орын тастап кеткен a boy. Ал біз білеміз, be етістігінің 3 формасы бар. Am, is, are. I мен am жүреді. Демек, I am a boy. Екіншісі, we are from Kazakhstan. Үшіншісі, you are a girl. Төртіншісі, Arу and Alibek are 11 years old. Бесіншісі, Kazakhstan is a big country. Алтыншы, Andrei is from Ljubljana in Slovenia. Жетінші, you are my friends. Бесінші тапсырма. Complete the sentence with the words in the box. Сөйлемдерді мына бокстағы сөздерді алып қойып толықтыру керек. Біріншісі, where are you from, Petra? Екіншісі, this is my friend Tinara, she is a student. 3. I'm 10 years old. 4. It's a big city. 5. This is Jomart, we are friends. 6. How old are Shokan and Altai? They are 12 years old. Алтыншы тапсырма. Choose the correct answers. Дұрыс жауабын таңдау керек. Яғни екі вариант берілген. Some, a lot of деген, немесе some деген. Соң қайсысы дұрыс екенін таңдаймыз. There are a lot of people in China. Екінші, there is a teacher in the classroom. Үшінші, there are some new houses in my town. Төртінші, there are a lot of words in English. Бесінші, there are a lot of cars in my country. Алтыншы, there are a lot of students in my school. Және соңғы 7-ші тапсырма. Communication. Complete the dialogue with the words in the box. Диалогты мына бокстағы сөздерді алып қойып, толықтырып аяқтау керек. Hello, Joe. How are you? I'm good, thanks. And you? Fine, thanks, Joe. This is my friend Oraz. Hi, Oraz. Where are you from? Hi, I'm from Kazakhstan. How old are you? I'm 12.